Тоқылдақ қалай пайда болған? Мұса пайғамбардың қауымында қолының сұғы бар бір ұры болыпты. Қауымында одан зиян шекпеген адам қалмапты. Төңірегін түгел зар қақсатқан Баукеспе енді Мұсаның асат аяғын ұрлап пайғамбар болғысы келеді. Бір күні түнде іргеден баспалап келіп, босағаға сүйеулі тұрған асат аяқты білдіртпей алып кетеді. Үйіне әкеп асат аяқты қуысқа тыға бергенде, ол қара шұбар жыланға айналып өзіне тап береді. Ұры жан ұшырып, ойбай жылан деп ауылды басына көтеріп айғайлайды. Көрші қолаң түгел жиналады. Мұса да жетіп үлгереді. Асат аяқтың ұрланғанын біліп, жаныңа жан жуымасын, басыңнан қайғы арылмасын, өркенің өспесін, өзегің жарылмасын деп ашу үстінде теріс бата беріпті. Алла тағала ұрыны сол мезетте тоқылдыққа айналдырып жібереді. Ұлық Құдай оның ырыздығын ағаштың өзегіне жасырады. Тоқылдақтың ешбір құсқа жуымай ертелі кеш ағаштың тұмсығымен соққылап құрт құмырсқаны азық ететіні осыдан екен.